Достар, видео басталмастан бұрын сіздерге өзімнің инстаграмымды ұсынғым келіп тұр. Нұрлан Қаламов. Бұл менің достар жеке өзімнің инстаграмым. Тіркеліңіздер достар, ссылкасы описаниеда болады. Бұл инстаграм достар мен өзімнің фотоларым салып тұрамын. Неше түрлі өмірде болып жатқан заттардың бәрін сіздер көре аласыздар. Осынан маған сообщение жаза аласыздар. Сіздерге барлығына жауап беруге тырысамын. Тіркелейік достар инстаграмға. Ссылкасы описаниеда достар. Тіркелсеңіздер өте қатты қуанар едім. Ал давайте. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қаламов. Бүгін біз 74 ойын жалғастыратын боламыз достар. Лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Ал жалғастырайық бұл керемет ойынды достар. Иә, сіздер күттіңіздер, көп күттіңіздер. Рахмет сіздерге достар. Алдыңғы бөлімде достар мыңнан кубок жинап тапсыздар. Мен сіздерден сұраған болатынмын. Егер де осы арнада сіздерге 74 керек болса, біршама лайк басып тастаңыздар. Сіздер уже мыңнан кубок жинап тапсыздар. Өте қатты рахмет сіздерге. Соның сіздердің арқаларыңызда Симстің жалғасы шықты міне достар. Иә, біршама болып қалды түсірмегенінен. Кешіріңіздер достар. Енді уақытым жетпей жатыр, оқуда жүрмін, және де басқа ойындар түсірген болатынмын. Короче, күн сайын түсіре беру тоже менің ойымша ондай жақсы емес сияқты, өйткені тез іш пыстырып жібереді. Сол үшін арасында түсіріп тұрамын. Қыз басқа ойындармен разнообразие етіп тұрамын біздің арнаны. Так что достар, осылай шығар деп ойлаймын. Ал жалғастыра берейік. Ал достар, Sims 4 ойынын достар мен сіздерге көрсететін көптеген жаңалықтарым бар. Мен бұл ойында бана ойнаған болатынмын. Осы видео түсірместен бұрын бана ойнадым, 1-2 сағаттай. Көріп тұрғандай достар, менің уже әйелім бар достар. Иә, мен уже Кенди Бер дейтін уже әйелім бар, үйленіп кеттім уже мен. Және де менде дворецкий бар, көріп тұрғаныңыздай. Біз алдыңғы бөлімде сіздер көрген болсаңыздар достар, біз код жазған болатынбыз, $1 миллион. Бізде қараңыздар, әлі $1 миллион бар. Біз короче шіріген байымыз. Көріп тұрғаныңыздай достар, мен не алдым тағы да басқа ештеңе алған жоқпын. Сол алдында қалған заттар. Сосын мыналарды ауыстырып тастадым, тек мына шкафтарды ауыстырып тастадым. Микроволновка, сосын кофе ішетін мындай бар. Және де осындай декорация, осындай картинкілер жарғалық қойдым. Болды, басқа ештеңе жасамаған сияқтымын да. Басқа ештеңе жасамаған сияқтымын мен. Баяқша бәрі, қалғандардың бәрі баяқша. Иә достар, мен осындай плакаттар қойып қойдым, бәрі әп-әдемі болып тұрсын деп. Енді мен өзім тұрмаймын достар. Енді менің өзім әйелім бар. О, міне жұмыстан келді әйелім. О, міне давай. Не болды таған. Достар, мен шын айтайын өкініп тұрмын осының бәрін түсірмегеніме, осы қалай танысқаным, қалай бірге не істедік. Бәрі өте қызық болды достар, кәдімгі. Оның бәрін түсіре алмадым, өйткені мен түсіретін жағдайда болған жоқпын. Үйде адамдар болды, соның кезден оның бәрін, ол процестің бәрін видеоға түсіре алмадым. Бірақ шын айтайын достар, қызық болды танысу процесі. Еще плюс 18 дейтін қалай болғанын көрген жоқсыздар достар. Бізде қараңыздар достар, отношения қандай екенін көрген жоқсыздар, оны қараңыздар. Бізде керемет отношения болады нағызбен. Мен дейтін білесіздер ма, егер де сіздер алдыңғы бөлімдерді көрген болсаңыздар, мені басында игнорировать етті достар, білмесеңіздер. Мен оған всегда пикап жасауға тырысып жүрдім, ол менен қашып жүрді, сосын мені ұнатпай жүрді. Білмеймін не екенін. Что-то нормально общаться бастап код жазғаннан шығар достар. $1 миллион болса бәрі жақындап бастайды саған. Соның естен сияқты достар. А так былай қыздар жақындамайды, ақша болмаса. Солай шығар деп ойлаймын. Білмеймін, оның есінен бе, оның есінен емес пе. Боттар ғой, соны біле ме оны? Білмеймін әйтеуір. Нормально общаться етіп бастады, содан кейін әйтеуір. Сосын бізді не болып кетті, жүріп кеттік. Мен осын еще ресторанға шақырдым. Бірақ ресторанға шақырған бәрі шейіп кетті. Мен персонажым қуып кетті, ұйқысы келіп кетті ма, бірден өп кетті, әйтеуір онша емес болды. Бірақ соған қарамастан бәрі дерсік болды. Кірмей ма енді үйге. Короче. Және де бізде Юки дейтін адам бар, сіздер білетін шығарсыздар, алдыңғы бөлімдерді көрген болсаңыздар, бірақ Юки мен дым шыққан жоқ, өйткені Юки тек қана досым болып қалды. Басында мен ойлап едім, ол менде тоже не жасайтын барын деп, отношения бірден жасайтын барын ойладым, бірақ соңында ондай олмай шықты, короче. Просто жай ғана досым болып кетті соңында. Жақсы енді, давайте мен ұйықтап отырмын. Және де достар, мен жұмыстан шығып кеткім келіп жүр. Пока что жұмыстан шығып кеткен жоқпын, мен $1 миллион болса да әлі жұмыстан шыққан жоқпын. Мен просто жұмыс... Мына келді ғой, ұйықтайды отыр ғой. Аяқта. Ана бәрін түсіре алмағанмын, өкініп тұрмын достар. Біршама қызық историялар болды мына қызбен. Көріп тұрғаныңызда еще дворецкий бар бізде. Дворецкий, осындай апа, бір дворецкий болып жұмыс жасайды біздің үйде. Просто достар, менде Симста үйім всегда бір қуатады, лас болып атады, мен оны бәрін жинастыруға уақытым жоқ. Еріне оны бәрін каждыйына басып жуып отыруға, оны бәрін қырғын уақыт алады. Соның кезден дворецкий жалдап қойдым.
просто мен ақшам көп, поэтому жұмсау керек бірдеңелерге. Менің ойымша дворецкий дұрыс шешім болған сияқты. Және де достар, алдыңғы бөлімде көп іс жазып жатыр. Новый жаңа үй ал, үйіңді үлкейт, анау мынау деп. Достар, оның бәрін болашақта жасаймыз ертең. Пока что мына үйде тұрайын деп ойлап тұрмын мен. Пока что мына үйді енді кішкене қызығын көріп алайын. Осыны іш пысып кеткеннен кейін сразу кетіп қаламыз бұл үйден. Пока что екеуміз осы үйде тұрып жатырмық, мысалы. Бұл қыз уже бізбен бірге тұрып жатыр, все, мен уже оған не істедім, уже біз үйленіп кеттік официально. Болды, все, брак болып кеттік екеуміз. Не, бірге тұрамыз енді, көріп тұрғаныңыздай. Ұйықтай береді осы екеуі. Анау да жұмыс, мынау да жұмыс, екеумізде де жұмыс клен. Бірақ оның жұмысы, ана қыздың жұмысы ол кешке қарай екен көбінесе. Менікі таңертең ғой. Ол дейтін неде жұмыс жасайды, как көрсеңіз сіздерге. Ол дейтін қайда өңі? Так. Ол дейтін исполнительница жұмысын атқарады. Ол, короче, өлең айтады, сондаймен айналысады. Да, сондай бірден, короче. Так, бізге керек қайтадан. Так, бізде не болады, что там? Бізде, как всегда, достар, қарнашатта тұрады біздің адам. Вечно қарнашатта тұрады. Давай. Бізде уже кулинарияда біршама уровень болған сияқты уже. Біршама уровеньге жетіп қалған сияқтымыз. 4-ші уровеньға ма? Так, давай. Все, давай. О, міне 5-ші уровеньге жеттік, мен көріп тұрғаныңыздай. О, 5-ші уровеньге жеттік. Нұрлан умеет готовить хрустящий тост, дейді. И рыбу с жареным картофелем, дейді. Он также получает доступ к навыку изысканная кулинария и приготовки, будет получать настрой грамотный повар, дейді. Көріп тұрсыздар ғой, достар, бізде енді грамотный поварымыз, біз уже кәдімгідей повар сияқты жұмысқа кіріп кете аламыз любой жерге. Бірақ ешқандай жұмысқа кіріп те керек емес, $1 000 бар, не істейміз, ол бұл ақшаны бәрін жұмсау керек, достар. Мына жерде планшет жатыр, мына жерде компьютер бар, бәрі бар, короче. Білмеймін, не алатынын білмей жүрмін, достар. Немен айналысатынын білмей жүрмін. Когда сенде ақшаның бәрі болғанда, уже шын айтайын, достар. Немен айналысатынын білмей қалсын соңында уже. Бәрі бар өйткені. Так, ну, тұра ма, тұратын түрі бар ма? Тұрмайды сияқты оны. Дәй, кенди, тұршыш давай. Ой, ұйықтап жатыр. Бә, достар, өкініп тұрмын, түсіре алмағаныма. Өте қызықты бана ойнадым мен, реально шайтын, достар. Отырдым да, видео түсірудің алдында ойнап алдым 1-2 сағат. Осы істеймізді. Ё-моё, қызық болды кәдімгідей. Өзімде кәдім от души ойнап кеттім кәдім. Видеоға түсіре алмадым, бірақ үйде адамдар болды. Соның кестен сіздерге бірден дайындап қойын дегенім ғой, бірден қызық бірден айта алатындай. Сондай, короче. Бүкіл қызықтың бәрін как будто түсіріп тастаған ойнап алдым да, кейін түсірген кезде уже қызық емес заттар жасаймын. Нұрланмын ғой, типичный. Ал кеттік, не істейміз енді? Так. Ойнат, ұйықтай берді ғой құрсын. Ё-моё, тұршыш давай. Давайте. Жақсы, нормально, ұйықта болсын өзі. Ұйықта болсын жақсы. Теспей қойық. Ұйықта болсын. Жоқ, өзі өрет тұрған сияқты. Өзі өрет тұр, өз несімен барады. Так. Тұрды ғой мне. Так. Опа. Біздің әйеліміз ғой енді. Давайте бетейік. Романтика дейді. Давайте. Заняться в уху болды уже, достар. 2 рет болды. Зачать ребенка дейді. Он жасадым 1 рет. Держать люку дейді. Давайте поцеловать. Давай. Бір сүй жүрек. Давай. Опа. Нағараныздар, достар. Көріп тұстыр ғой. Дворецкий бей, не о чем жүрет кәм. Даже не істеп жүрді. Қызық бір түрлі негіз, шын айтайын. Үйде кәм үлкен үй болса ғой. Так. Так. Зачать ребенка көрейікші ал. Достар, көріп тұсыздар ғой. Давайте. Плюс 18 мен бай ақша, достар. Кровать ішіне кіріп кетеді, болды все, басқа көрсетпейді оны. Офигенно просто. Так. Так. Басқа не қызық бар тағы. Все болды ма? Баламыз қашан бат, не ой. Так. Білмеймін сіздерге, достар, қызық па бұл ойын, қызық емес пе, бірақ
көп лайк басыпсыздар, так что қызық шығар сіздерге осының бәрі. Так, енді поднять настроение, заняться в уху дейді. Уже болды, уже шаршап кететін шығар екінші рет уже. Так, не істеуге болады, достар, не істеуге болады? Может, вечеринка жасармыз үйде, да, біреулер шақырып. Или дұрыстап бір жерге барамыз ба? Давай путешествие бір жерге барайықшы. Екеуміз бірге, да? Ну, пофиг, жұмыс по-любому менде. Отправиться, давайте куда-то отправимся, давайте. Давайте. Жарайды сол, екеуміз барамыз, тек болды, все. Басқа ешкім керек емес. Екеуміз барамыз, тек. Все, кеттік, ал басқа қалаға барайық, достар. Қызық болсын кішкене бұл бөлімде тоже енді отпайтын боламыз үйде. Бір жерге барып қайтайық, қазір көрейік. Там қай жаққа баруға болады. Так, давайте басқа картаға барайық вообще. Давайте нарды көрейік, мен нарды көрген жоқпын, достар, шын айтайын. Тек қана осы Виллоу Крикта болдым, тек болды басқа ешқы. Давайте. Қызық болып тұр маған. Брилдон Бэй дейді. Күшті. Наш иттер мысықтар жетін жер. Ну не? Форкен Холло дейді. Форкотон дейді. Ну қала жақ. Сан Мишоно дейді. Қайсына барамыз? Білмей тұрмын даже. Маған ұнап тұр. Білмеймін, жарық күшті, жазу сияқты болып тұр. Давайте осына барайық. Вау! Вау, достар. Керемет қой бұл, керемет. Так. Вау. О, Соболя площадь, культурный центр города, идеальный подход для кошек и для собак. Местные жители так любят своих питомцев, что даже воздвигли им памятник в центре города. Давайте сонда барайық. Мен, кстати, ит алғым келіп жүр. Маған көбіс жаз. Ит алшы деп. Осында ит алама білмеймін ал. Көреміз, давайте, ит алуға болатын болса, ит аламыз. Так. Опа, кеттік сонда, достар, кеттік. Лайктарыңызды басуға ұмытпаңыздар, достар, лайкты обязательно басыңыздар. Өйткені лайк арқылы мен білемін сіздерге ке. Егер аз лайк болатын болса, мен түсінемін сіздерге қатты қызық емес екен. Сол үшін аз түсіруге тырысам, либо вообще түсірмей қалам. Солай, короче. Ютубта енді солай енді, қазір енді просто үйт жасамасан, статистика түсіп қалады каналында. Сосын уже видеоларын топқа шықпай қалады. Топқа дегенде рекомендация шықпайды. Сол үшін сіздерге ұнайтын заттар жасауға тырысамын. Әрине өзіме де ұнайтын заттар жасаймын, әрине. Соңғы кезде Ё-моё, мен сасып отырмын, не істеп отырмын? Қырсын, әйелінді сүйіп үсті сасып отыр. Гигиенам, мұндайықты суға түсетін жерлер бар ма? Так, күшті жерге келдікте, құсын сасып отыр. Мен көрмей қалыппын да. Так, мұнда ит сатып алуға ма екен? Мен сол үшін келдім. Так. Но қысыл жүр ғой. Но туалетке барғысы келеді. Бірақ туалет барымда да. А вот суға түсетін жоқ мына жақта. Сол үшін шіріп жүреміз. Так. Ит қайықтан алсам болады, ё-ма, мұнда ит сатып алуға болады ма хотя бы? Мұнда бір ит жүр ғой. Ит қалай сатып алсам болады, түсініп тұрған жоқпын соны. Мұнда аквариум бар, прикинь. Вау, мына қараңыздар, итті қараңыздар. Вау! Мә, ну не істеп жатыр. Не істеп жатсың? Так. Мен көбінесе өзіме ойнап жүрмін, қыздың рөліне ойнамай жүрмін көбінесе. Өйткені қыздың рөлі өзі ойнай алады сияқты. Так. Не істеп жатыр мынау? Так, құрсын, құттай бір минутқа көрмей қалып өт, бір-бірін уже все уже. Так. Давайте көрейік ал. Так. Достар, осылай, короче, осындай ойын осы. Так. Осылай. Дұрыс, отыра алмай отырмын. Кәдімгідей. Так. Опа. Так, ит сатып алғым келіп батыр мен біріншіден. Ит қалай аламын мен? Ит түсініп тұрған жоқпын. Ит қалай аламын? Кім администратор? Қалай аламын итті? Түсініп тұрған жоқпын вообще. Қалай аламын итті? Так, сөйлесе аламын ба адамдармен? Так. Қайда романтика, ема қатырасыңдар. Так. Многом. Так. Туымында жоқ, сатып алмайды сияқтысың достарына. Просто ит қарайтын жер бұл тек.
Қызық емес қой онда. Ит сатып алғым келіп едім. Тек иттермен сөйлесіп болады, бұл сатып алуға болмайды да. Маған жаздыршы, если что, достар, комментария, қалай сатып алсам болады ит. Так, ну не? Записать нам лучше. Так, осылай да. Купить предмет для питомцев дейтін бар. Бірақ, сами питомцев сатып ала алмайсың да. Купить рыбу дейді. Давайте рыбу сатып алайық дейсің да. Рыбу сатып алайық, что көрейік шалым. Купить рыбу. Ой. Купить рыбу. Давайте $150 кінайық, давай. Қайдасың? Так. Алды ма? Рыбыны алды ма? Осылай. Короче, білмеймін ал, не істейміз, достар, мұнда түсініп тұрған жоқпын. Так. Дым түсініп тұрған жоқпын. Так. Біреумен сөйлесіп кеттік вообще. Еба, не иттер, ну? Какой-то странный иттер, ну? Шитке ұқсамайды не, ну? Так. Ё-моё, күшті ойнаймын ғой, мен семізді просто. Так, давайте онда кеттікші міне ақтын. Ит сатып ала алмайсың. Мән, он не істеп жатыр? Туалет тазалап жатыр. Блин, басқа бір... Че-то біздер жарымдар сияқты жүреміз екен. Знаешь, не істеп жатыр? Біреудің туалетін тазалап. Әш. Қатырат дейм, жоқ дейм. Қолын жу, Вымить руку, давай. Ты кеттік құрсын. 2,5 бұл жоқ қой кәдім. Біреу әше компьютерде отыр. Қайда компьютер? Үйінде жоқ па не компьютер? Үйінде бар ғой, үйінде кәдім MacBook сияқты компьютер жатыр. Неяқтан келіп ойнау керек. Салсып жатыр әз. Кеттікші жақсы болды. Че-то маған вообще қыдырып та керегіміз сияқты. Отправитсем. Так. Достар, короче, жалғастыра береміз. Біз қайтадан үйімізге оралдық. Көріп тұрғанымыз, еш жерге шыққан жоқ. Ешқандай қыдыру біздің қолымыздан келмейді екен. Енді не істейміз сені? Давайте. Да, дворецкий кетті қайтадан. Дворецкий кетті. Давай. Тамағын жеп отыр. Давай, іште. Ой, не істеп қойдым мен. Так, сөйлесейік. Мәні, качкімен айналысып кетті ғой. Давай, дұрыс, айналыс. А то скоро не өп кетесің. Жирный өп кетесің. Қорыстан қоймайды дейм, осы екеуі қоймайды дейм. Так, ладно. Зачать ребенка дейді. Все, давай. Давай дейді, болдым да, давай, тиз. Қызық үшін баланы да өмірін көрейік. Қызығын көрейік баланы да. Қандай болады екен? Көргім келіп жатыр. Так, не істегісі келіп тұр. Категория действия. Мә, қысып жатыр, достар. Все болды, достар. Все, она уже беременна. Все уже почти. Все. Скоро уже бізде болады, балават бізде. Достар. Так что лайк дейсің. Лайкты любой кезде сұрай береді дейсің. Любой бірден бастыма лайк дейсің. Так. Дворецкий, давай тазалашиш, но не, ну лас қой. Дворецкий. Мен де сапсайым, осы жасап болғанша бір сағат. Давайте өзім жасапсайыншы, ладно. Так. Не істеп жатыр қиыба бізге. Қуып отырып қой ше. Так. Так. Дворецкий, ничего не алдадым, өзім жасайтын болсақ бәрін. Не істеп тұрсың ё? Так. Да, телевизор қарайсың ба? Так. Достар, я-моя. Бүгінгі бөлім ондай қызық болып жатқан жоқ, достар. Ондай керім заттармен, ой, құрсын. Ондай қызық керім заттармен айналысып жатқан жоқпыз. Кіршиш, давай. Ой, кіріп болмайды. Біздің досымыз келді. Подругамыз келді, біздің падып. Давайте, кір. Досымыз келді. Давай, телевизор сөндірді, аш, давай, есікті. Давай, кір. Так, сөйлесек наумен. Нағады еткен. Не айтады екен бізге? Так,
Давайте онымен тек қана дружелюбный действиялар болсын. Идеяларымыз айтайық, как всегда. Так. Так. Давай, все, мен вечеринка шақырамын, болды, все, ішім пысты мен. Давайте. Пригласить на свой участок, давайте, бәрін шақырамын. Пофиг. Давайте, келіңдер, бухаттеміз. Кеттік ал, шақырайық, кеттік, вечеринка жасаймыз, достар. Қазір келет, бәрі кет қазір. Бүгінгі бөлімде бір қызық бірден болсын енді. Так. Қайдасыңдар, давайте, келіңдер. Қазір келет бәрі. Не все могут прийти, дейді. Станислав уже здесь, дейді. Так, келіңдер, давайте. Мен бір адам келді уже, бір қыз келді. Білмеймін бұлардың бәрі кім екенін. Келді, давайте. Так. Не, есікті ашпай ма не? Так, ашшыш давай. Давайте, мына жерге кірейік, мына жерге келейік, сонда өзі ашылады ғой. Ух ты, қараңыздар, мына қызды қараңыздар. Мына қыз ничего так-то, бірақ. Так, уже ұмытып қалдым, бір болса да. О, мына біздің досымыз ғой, достар. Егер де естерінде болса, мына біздің досымыз ғой. Жақсы досымыз осы. Так. Ты чё? Мусор суғатын. Не үшін? Так, тоқтаңыз. Злые действия, давайте. Прогнать. Давайте бірінші. Кричать тик, давай, көрейікші ал. Офигел, что ли? Біздің мусор теуіп қоямын. Қуат демен, давай, кеші ал, не олды ал? Біз андай не олайық кішкене, қызық бірден жасайық енді. Давай. Так. Так. Давайте прогнать дегенде құрсын енді. Мусор дұрып не олды саған не ома? Не oldu da? Қырлайықшы ал, қырлайықшы. Дайт пинка, давай көрейікші достар, қызық үшін давай бәрі тек. Дайт пинка көрейікші қалай бат екен. Мен өше көрген жоқпын қалай батын. Так, мына адамдармен сөйлесіп жатыр, соңғы есіне жасай алмай отырған сияқты. Так. Қолын татуировкіле салуға, мен жақсы. Еще и игр пойдет спокойно. Вообще просто. Так. Ищем. На вот. Так. Лайк давай. Глумиться, давайте глумиться. Глумиться над слабым боссом, давайте. Семерой айтқандай. Давайте. Дома не жеке бөлек шықтық, давай қырлайық енді. Чё там, брат? Біз быдлы пацан байық кішкене. Давайте қырлайық давай. Давайте. Дать пинка көрейікші қалай бат екен. Қырылыңдар давайте. Ё-моё. Давай. Давай, жытамыз, давай, қырылыңдар. Давай. Мені қызы спокойно өтіп батыр, дым болмаған құсап. Қырылыңдар, давайте. Қырылмаған сияқты, как будто биттеріне шапалақ бөрған сияқты, просто. Менің болдың, самый главный злодейім, достар, бұл 74-тегі. Босымен қырлап та тұрам енді күн сайын, қызық үшін. Тағы лайк, давай. Чё там? Кричать давайте, курика. Мә, уже болды настроение жоқ. Енді ап тұр енді, вообще қақпайды сияқты вообще. Бір күні кетіп тұрмасын үйме, пышақпен өтіп та. Ондай болмайды шығар да мынау енді. Так. Жоқ шығарды ойлаймын ондай. Ё-моё, біздің үйді кәм туса болып кетті, қараңыздар, қаншама адам жинап қойды.
Нартатынан танымаймын мен, ну кім? Білмеймін, бір кездері сөйлескен адамдар. Так, үй салысып отыр ма, не отыр ма? Мынау тазалап отыр, дұрыс. Біз как всегда качке кеттік та. Мадис. Дұрыс. Мынау әлі тұр да. Анда шетім қақып қойды сияқты. Так, качки, давай. Үйімізде кәдімгі бір шам адамдар жинап қалып отырады. Біздің қызым, әйелім қайда? Әйелім жұмысқа кетіп қалды. Кенди знает, что не стоило начинать программу так поздно. Публика уже начинает буянить, и она быстро теряет над ней контроль. Она может на них накричать или сдаться, или закончить. Давайте да. Давайте накричать на них Росомахоик, закончить выступление. Все. Публика успокаивается, и Кенди покидает сцену в милость и целости невредимости, что репутация все-таки пострадает из-за незавершенного выступления. Ешқандай ештеңе етпес, бізде бәрі нормально, үйіміз бар, $1 миллион бар, так что какое выступление, достар. Кайфовать темс тек болды, от души ғой. Давайте. Отырдық, кітап оқып та. Аяқ кеттің ғой даже. Бір мусор ұрған үшін ұрып тастадым. Жақсы, жүре берсін пока что. Давайте, бүгіндікке демеймін оған. Жүре берсін, жақсы. Так, давайте, достар, зытыңдар, давайте үйлеріне. Болды, все, вечеринка бітті. Отырдыңдар нормально, да? Мен ұйықтаймын, короче, болды. Осымен бөлімді аяқтайтын шығармын, достар. Сіздерге ұнаса, достар, лайктарыңызды басыңыздар, ана тіркеліңіздер. Білемін, я, достар, ондай қатты керім выпуск болған жоқ, ондай қатты қызық болған жоқ. Бірақ сонда да лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар, иә. Қолдап тұрыңыздар, басқа ойындарды тек қана Майнкрафт түсіре бермей қойың арнамда. Бірақ онсыз да мен Майнкрафт түсіріп жүрген жоқпын, тек қана. Короче, осымен аяқтаймыз. Инстаграмға тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Ссылкасы описаниеда бар, Нұрлан Қаламов. Онда мен өз фотоларымды салып тұрамын. Тіркелсеңіздер, мен қуанар едім. Және де пабликке тіркеліңіздер, ВКонтакте. Біздер анда жаңалықтар салып тұрамын, мен біздің арна туралы. Видео қашан шығады, соның бәрін, короче, біліп тұрасыздар, заранее біліп тұрасыздар. Осымен аяқтаймыз. Ал келесі бөлімді күтсеңіздер, келесі бөлімді қалсаңыздар, комментарий жазыңыздар, лайктарыңызды басыңыздар, уже миллион рет айттым. Сау болыңыздар.